Али есімді жасөспірім қызда лыпыс ауруы бар. Бұл иммундық жүйе вирустар мен микробтардың орнына өз денесін шабуылдайды деген сөз. Ол көп уақыт әлсіз сезінеді. Күн сәулесіне өте сезімтал болып қалған, сондықтан сыртқа шыға алмайды және досы жоқ. Бүгін Алидің 16-шы туған күні. Тойда тек бай ата-анасы мен қызметшілер ғана бар. Сол сәтте ол сүйікті поп жұлдызынан видео қоңырау алады. Жұлдыз оған туған күнімен құттықтайды. Бұл ата-анасының сыйлығы, олар оған ақша төлеп, хабарлама жіберткен. Алиге ұнайды, бірақ ол ренжиді, өйткені ол әдемі жігіт оның ауру бетін көріп қойды. Кейін Али айна алдында өлі терісін сыпырып, дәрілерін ішеді. Содан кейін жасанды интеллекттен дос табудың жолын сұрайды. Бірақ Алидің барлық идеясы сыртқа шығуды талап етеді. Ол форумдарда адамдармен танысу туралы да айтады, бірақ Али шынайы адамдық байланыс қалайды. Алидің келесі идеясы үй жануарын алу. Бірақ Али аллергиясы бар, сондықтан ол ноутбукты ашуланып жабады. Кейін Али бассейнге арнайы орындықпен түседі, ол оны жұмсақ түсіреді. Ол суға секіріп, бірнеше уақыт су астында демалады. Бірақ бұл оған түсініксіз көріністер көрсетеді. Страны ғалым оны ұйықтатады және оған ұқсас денелер жұп-жұп болып қалқиды. Сол денелердің бірі көзін ашқанда Али оянып, ауасы таусылып бара жатқанын түсінеді. Ол жүзуге тырысады. Анасы Джорджия оны орындыққа дейін бағыттайды. Бір уақыттан кейін Алидің ата-анасы бай адамдармен той өткізеді. Олар LSM жобасын таныстырады. Бұл либертариандық утопия, таза су мен ауасы бар, апаттан қалғандар өмір сүретін жер. Қалған әлем құлап жатқанда. Ол толық егемен аралда орналасқан, соңғы технологиялар мен қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі бар. Кейбір қонақтар Али туралы сұрайды. Ата-анасы оның бейтаныс адамдардың жанында бола алмайтынын, жұқпалы аурудан қорқатынын түсіндіреді. Али тойды қауіпсіздік камераларынан бақылайды. Ол даяшының тамақты сыртқа шығарғанын көріп, экраннан соңынан ереді. Пляжда топтар бар екенін біледі. Али денесін мүмкіндігінше жауып, үйден шығып кетеді. Бұл оңай, өйткені барлығы тойға алаңдаулы. Пляждағы екі жігіт оны кемпір деп ойлайды. Али көзілдірігін шешіп, жас бетін көрсетеді және әңгімелесуге тырысады. Бірақ ол өте ыңғайсыз және байланыс орната алмайды. Жігіттер кетіп қалады. Али олардың терісі туралы мазақтағанын естиді. Ол келгені қате болды деп ойлайды және кетуге ыңғайланады. Бірақ Брук оған сыра ұсынады, сондықтан ол қалады және онымен дос болғысы келеді. Үйде Джорджия Алиге торт әкеледі, бірақ оны таппайды. Ол бірден күзетшілерді пляжға жібереді. Али дос топтың өсектерін тыңдап жатыр. Ол өмірінде алғаш рет сыра ішеді және жөтеледі. Сол кезде күзетшілер келіп, оны алып кетуге тырысады. Али кеткісі келмейді және күзетші оған қол тигізгенде шағымданады. Кенет Али қатты жөтеле бастайды. Бірақ күзетшілер жігіттерді қуып жүр, өйткені олар видео түсіріп жатыр. Бірнеше минуттан кейін күзетшілер Алиді үйге әкеледі, Брук сыраны айтып қояды. Джорджия қатты ашуланады, Брук Алиді қорғауға тырысады, сондықтан күзетшілер оны сүйреп алып кетеді. Джорджия Алиді ұрсады, ол өзін нашар сезінеді. Түнде Али Брукты әлеуметтік желіден іздейді. Бірақ оған хабарласпайды, өйткені енді ешқашан көрмейтінін біледі. Сол уақытта ата-анасы болған оқиғаны талқылайды және бірдеңе істеу керек деп келіседі, өйткені жасөспірімдер жас ұлғайған сайын көбірек бүлікшіл болады. Келесі таңертең ата-анасы таңғы асқа қоспалар ішеді, содан кейін Алимен сөйлеседі. Джорджия әлеуметтік байланыстың психикалық денсаулық пен стресс үшін жақсы екенін мойындайды, сондықтан Бруктың Алимен уақыт өткізуіне рұқсат береді. Брук Джорджия оны алдымен сынақтан өткізгенін және ақша үшін келгенін айтады. Бірақ қыздар шынайы тіл табысады. Али үйді көрсетеді және ата-анасының кеңсесіне ешкімнің кіруге болмайтынын айтады. Али мен Брук көңілді өткізеді. Брук Алиге парик әкеледі, олар бассейнде жүзеді, фильм көреді, тіпті жаттығу жасайды. Бір күні Брук Алидің ата-анасы орыс па деп сұрайды, өйткені олардың орысша сөйлегенін естіген. Али олардың бүкіл әлемде бизнесі бар екенін, көп тіл білетінін түсіндіреді. Олардың компаниясы ауруларды емдейтін өсімдіктерді табады, олар нағыз денсаулық фанаттары. Қатаң диета ұстанады, тек сағат 10-нан 4-ке дейін ғана тамақтанады. Брук тоңазытқыштағы қоспаларды ұнатпайды, Алиге сорпа пісіруді үйретеді. Қызметшілер пышақ әкеледі, өйткені олар әдетте Алидің қолы жетпейтін жерде тұрады. Бір уақыттан кейін Брук Алидің бетіне қасық сызады, келбетін жақсарту үшін. Сондай-ақ банданасын шешіп, басындағы аш шашты көрсетеді. Брук оны қырады және олар сүйіседі. Сол кезде курортта Алидің ата-анасы бәрін қауіпсіздік камераларынан көріп отыр. Джорджия Бруктың Алиге әсерінен алаңдайды және оған сенбейтінін айтады. Күйеуі Джефф Алидің досы болғаны жақсы деп ойлайды. Брук үйіне барғанда мүгедек ағасы Робиді Алидің үйінен ұрлаған дәрімен таң қалдырады. Ол ұрлаған үшін өкінетінін айтады, өйткені отбасы жақсы қарым-қатынас жасады. Робби оның дұрыс екенін, өйткені отбасы күдікті екенін айтады.
Ол Джефф пен Джорджияны зерттеген, бірақ бірде-бір суретін таппаған. Түнде біреу Алидің бөлмесіне кіреді. Ол тағы да жұмбақ ғалым туралы түс көреді. Бұл жолы орысша сөйлегенін естиді. Ашық дене бар, қан құбыры мойнына оралады. Али оянып, қатты қорқады, және Брукке қоңырау шалады. Брук Роббиге қарап отыр, ол дәрінің әсерінен құсып жатыр. Али түсін айтып келуін сұрайды. Бірақ Брук Роббидің жанында қалуы керек, сондықтан тек телефон арқылы сөйлеседі. Келесі күні қыздар фильм іздейді. Брук ескі отбасылық видеолар бар табады және оны қосады. Видеода Али бала кезінде үйге келгені көрінеді. Али ол кезде соңғы рет өзін жақсы сезінгенін айтады. Брук 10 жыл өтсе де Джорджияның өзгермейтінін байқайды. Али анасы өзі туылғаннан кейін қайтыс болғанын, әкесін білмейтінін, бірақ Джорджия мен Джефф оны асырап алғанына бақытты екенін айтады. Брук өз анасы ессіз, әкесі жақсы емес екенін, онымен 2-3 жылда бір рет көрсетінін айтады. Брук Алиден ата-анасына сенетінін сұрайды, өйткені олар миллиондаған доллар жұмсап емдеуге тырысқанымен біртүрлі әрекет етеді. Али ренжиді, ұрыс шығады, Брук кетіп қалады. Али видеоны жалғастырып көреді, және өзі бейтаныс бөлмеде жасырынып тұрғанын көреді. Джорджия оны тым ұзақ күткенін айтып құшақтайды. Кейін Джефф Алиді жылап отырғанын көреді, өйткені ол Брукпен қарым-қатынасты түзей алмайтынын және енді досы болмайтынын ойлайды. Джефф оны жұбатады, бірақ көп сөйлемейді. Кейінірек Али қонақ бөлмесінде отырғанда сырттан кемпірдің қарап тұрғанын байқамайды. Кемпір ішке кіреді. Али не керек деп сұрайды. Әйел Алиді қалайтынын айтып, үстіне секіреді, оны қажет ететінін айқайлап қолын тістейді. Бақытымызға қарай күзетшілер келіп, әйелді сүйреп алып кетеді. Джефф күзетшілерді қауіпсіздік нашар деп ұрсады. Джорджия жараны күтеді. Али әйелдің ауру екенін және оны танитындай әрекет еткенін айтады. Джорджия алаңдамауын, жай кезбеген қаңғыбас екенін айтады. Робби мен Брук дәрінің құрамын қараңғы интернеттен іздейді. Ол лыпыс емдемейтінін, адамды көкөніске айналдыратынын біледі. Брук Алиге дауыс хат қалдырып, болған оқиға үшін кешірім сұрайды және қарым-қатынасты түзеуді өтінеді. Али тыңдап отырғанда түн ортасында үйден біреуінің шығып бара жатқанын көреді. Келесі таңертең Али анасымен аз ұрсады және Брукпен тағы кездесуге рұқсат алады. Кешке қыздар бірге тамақ пісіреді. Джорджия әлі де мақұлдамайды, бірақ тамақты жеп, жақсы екенін айтады. Ол Брукке қатал болатынын түсінетінін, бірақ тіл табысқысы келетінін айтады. Брук үйге кіруге рұқсат берген үшін ризашылығын білдіреді және Алиді шынайы жақсы көретінін айтады. Кенет Джорджия мен Алидің басы айналады. Брук тамаққа ұйықтататын дәрі салған. Олар есінен танып қалады. Бірнеше минуттан кейін Али Бруктың көлігінде оянып, қатты қорқады. Брук ата-анасы оны әдейі ауру ететінін түсіндіруге тырысады. Бірақ алаңдаушылықтан көлік үйге соғылады. Джефф оралғанда Джорджия оянып жатыр. Қызметші полицияға қоңырау шалғысы келеді, бірақ Джефф тоқтатып, өз адамдары барын айтады. Брук ешқандай емге жауап бермейді. Доктор Морси Алидің өте сирек қан тобы бар екенін және донор табылмайтынын анықтайды. Джефф келгенде Морси Алиде лыпыс жоқ екенін және сынақ жасағысы келетінін айтады. Джефф оны тоқтатып, жеке дәрігері күтетінін мәлімдейді. Сол уақытта күзетшілер Бруктың пәтерін тінтіп жатыр. Робби билікті асыра пайдаланған үшін шағымданады, сондықтан олар компьютерін сындырып, Алидің отбасына жақындаса өлтіретінін қорқытады. Кейін Али үйде жақсы көрініп тұр. Ол ата-анасы шағым түсірмеген деп ойлайды, бірақ ешкімге сенуге болмайтынын түсінеді. Али Бруктың жағдайын білгісі келеді, Джорджия оның жағдайын бақылайтынын уәде етеді, бірақ тағы көруге тыйым салады. Түнде Али тағы да көлікте ояну туралы түс көреді. Бірақ бұл жолы ата-анасы жүргізіп отыр. Олар бұрылғанда беттері өте қорқынышты. Али оянып, ауруханаға қоңырау шалып, Брук туралы сұрайды. Морси Брук комада екенін және Алиде лыпыс жоқ екенін айтады. Ашулы Али ата-анасының кеңсесіне кіріп, лыпыс жоқ екенін неге айтпағанын сұрайды. Джорджия сенімді болу үшін файлды бірнеше мекемеге жібергенін, басқа дәрігерлер лыпыс бар деп келісетінін, Морси қателескенін айтады. Али ештеңе демей шығып кетеді. Кейін Али ескі видеоларды көріп отырғанда Джефф басқа дәрігерлердің есептерін береді. Али қағаздарды оқығысы келмейді, асып кеткенін мойындап, әкесіне ұмытуды айтады. Ауруханада Робби Брукке келіп, оянбаған үшін айқайлайды. Морси келгенде Роббиге Алидің ата-анасы Бруктың емін төлеуге келіскенін айтады. Бірақ Робби әлі де күдіктенеді, және олар Алиді қайырымдылық беті ретінде пайдаланып, ақшаны өздері ұстап қалатын шығар деп болжайды. Кейін Морси Алидің қан түрін зерттейді, ол Golden Blood деп аталады. Оның медициналық қолданылуын іздеп, Джефф пен Джорджияның құпия өмірді ұзарту зертханасы туралы мақала табады. Мейірбике кеш болғанын айтқанда, Морси үйге кетеді. Ол басқа көліктің соңынан ергенін байқамайды. Жолда Морсидің доңғалағы тесіледі. Ол жөндеу станциясына қоңырау шалады, бірақ олар 2 сағатта келеді. Өзі жөндеуге кіріседі.
Сол кезде басқа көлік тоқтайды, жүргізуші көмектесуге ұсыныс жасайды. Морси құрал береді, жігіт оны бірнеше рет ұрып өлтіреді. Түнде Али дәрісін ішіп, дәретханаға төгеді. Содан кейін анасының үйден шыққанын көріп, бақшадағы бөлмеге дейін соңынан ереді. Бірақ Джорджия көрінбейді. Күзетшілердің даусын естіп, бақшаға қайтады. Көлеңкедегі фигурадан шошып, телефонын түсіріп алады. Қайталғанда фигураны көрмейді. Келесі таңертең ата-анасы Алидің бұрынғыдан көп және тез тамақтанатынынан алаңдайды. Дәрі ішіп жүрме деп сұрайды, ол ішкенін айтады. Бассейнде біраз уақыт өткізеді. Ата-анасы оның әлдеқайда жақсы жүзіп жүргенін байқайды. Кешкі ас кезінде Джефф Алидің терісінің жарқын екенін мақтайды. Али бассейнде күн көрген үшін екенін айтады. Джорджия ашуланып, күн сәулесі бөртпе шығаратынын айтады. Али ертең іште болатынын уәде етеді. Ұйықтар алдында Али дәріні тағы дәретханаға төгеді. Тісін тазалағанда қызыл тамшыларды көреді және кенет раковинаға көп қан құсады. Айнада Брук пайда болып, оянуын айқайлайды. Бұл тек түс екенін растайды. Сол уақытта Брук ауруханада оянады. Келесі таңертең Али әлсіз оянады және аш емес. Ата-анасы дәріні тамағына қосып, ауру ететінін түсінеді. Сондықтан ваннада құсып тастайды. Кейін Брукке қоңырау шалғысы келеді, бірақ желісі өшірілген. Компьютерді пайдаланбақ болады, бірақ ата-анасы Wi-Fi құпия сөзін өзгерткен. Ескі видеоны қайта көреді және бұрын көрмеген есікті байқайды. Сол уақытта Брук Алиге қоңырау шалуға тырысады, бірақ байланыс үзіледі. Ол Робиді ауруханадан шығаруға көндіреді. Кешкі ас кезінде Али аш емеспін, ерте жатамын деп айтады. Бұл Джорджияны қуантады. Тамақты тағы дәретханаға төгіп, ұйықтап жатқандай болады. Анасы тексергенде шынымен ұйықтап жатқандай көрінеді. Анасы кеткен соң Али видео есігін еске түсіріп, бөлмені іздейді. Жасырын түймені табады. Басқан кезде айна жылжып, құлыпты көрсетеді. Туған күні мен ата-анасының үйлену күнін сынап көреді, жұмыс істемейді. Видеодағы күнді енгізгенде құпия есік ашылады, баспалдақтар көрінеді. Али төмен түседі, қараңғы бөлмелерді аралайды. Зертхана табады. Тоңазытқышта өз қаны бар пакеттер тұр. Екі керілген төсекте ата-анасы оның Golden Blood қанын тамшылатып алып жатыр. Сол кезде олар көзін ашады, Али қашады. Қызметшіге соғылып, бақшаға шыққанда күзетші ұстап алады. Кейін Али керілген төсекке байланған. Ата-анасын құбыжық деп атайды. Джефф олардың шын мәнінде жақсы ата-ана екенін, Алидің қаны миллионда бір рет кездесетінін айтады. Олар бір пинт үшін $200,000 алады. Лопес дәрімен жасанды екенін растайды, оны бағындыру үшін істеген. Джорджия өзі 57-де, Джефф 63-те екенін айтады. Бәрі Алидің қанының арқасында, диета мен жаттығудың емес. Джефф Алиді ем деп атайды.